Қадірменді әлеумет, құрметті әдебиетке, мәдениетке, руханиятқа әрдайым жанашыр болып жүретін әлеумет бүгін бір бөлекше форматта бөлек ақынның қазақ әдебиетінде, қазақ драматургиясында, қазақтың ән өнерінде айрықша орны бар. Қазақтың көрнекті ақыны, платиналы тарлан сыйлығының иегері Исраил Сапарбаев ағамыздың арнайы ой тұмар кітабының тұсаукесеріне қош келесіздер. Мынау бүгінгі заманда кітап оқымайды деген бір ұғым қалыптасып қалған шалағайлау. Іс жүзінде жақсы кітап болса, ол оқылады. Мен өзім тәжірибем бар. Бір Бақыттың кілті деген кітап жазып еді, сол 5 рет басылды. 5 рет басылып шықты. Шыққан бойда дереу бір аптаға жетпей тарап кетіп жатыр. Яғни бұл жақсы бұл кітап болатын болса, оқырмандар оны іздеп жүріп табатындығын, оқитындығын содан байқайсың. Сондықтан осы сіздің қуанышыңызды бөлісіп келіп отырған осы жерде күллі оқырмандарыңызға, қаламгер бауырларымызға бәріне шын пейілден рахмет айтамын. Осы адамның ғажайып жан бейнелейтін ол не? Ол өнер, ол әдебиет, ол музыка, ол театр, ол опера. Бұл мына қу дүниеде сезімнен ардақты, сезімнен қымбат не бар? Бәрі өткінші, бірақ осы жүрегімізді жылытып жүретін нәрсе ол бәріміздің көңіліміздегі сезім, туған жерге деген сағыныш, немесе дүниеден өтіп кеткен ата-анаға деген сағыныш, немесе өзіміздің анау қиырда қалып қойған баяғыда өзіміз өскен тоқалтам, соның алдында өсіп тұрған бүректер қарағашқа деген сағыныш. Міне осындай дүниеде осы сезімнен аяулы ештеңе жоқ, менің ойымша. Осы сезімді тәрбиелейтін не? Бізді хайуандықтан адамдықтың биік шыңына алып шығатын, біздің атымызды адам деп ұлы әріптермен жазатын ол әдебиет оны тәрбиелейтін. Оны тәрбиелейтін музыка, оны тәрбиелейтін театр, оны тәрбиелейтін осы живопись, архитектура, яғни бүткіл классикалық және синтездік, синкреттік өнерлердің бәрі. Сондықтан мен Исаға сіз мынау өте адамның ең ұлы ғажайыбы, әлемнің ұлы ғажайыбы адамның жан сезімін сұлуландырып, соны көркейтіп, соны үлкен биіктерге жеткізіп отырған өнерге қызмет еткені үшін сізге алғыс айтамын. Өнер адам өнерге қызмет ету керек. Біз кейде саясаттың салқын ұрады, кейде экономиканың, басқаның, байлықтың, басқаның бірдеген сол сойын соғып кетеміз. Ағаның өзің сол мөлдіреген, таза бастау бұлақ секілді, сонау шыңыраудан тереңнен шымырлап қайнап шыққан өзінің жыр жолдары, өзінің ой түйіндері, ой толғамдары, енді бойтұмар деп ширек ғасыр жазылған бұл үлкен керемет сондай бір сұрыптаудан өткен. Осы бойтұмарымыз баршамыздың бойтұмарымыз, баршамыздың бойтұмарымызға айналады да, соған сенімдіміз. Адамды таныдым, бірінші бұл досымды білемін деп айтудың өзі қиын. Өйткені әр адамның бойында өз қасиеті бар, мінезі бар, жүрегі бар, жаны бар, болмысы бар ғой. Сондықтан бүгін енді өзі ойлап отырмын, әңгіме бір жүздеген, мыңдаған бір оқырманды, тыңдарманды, көрерменді тыңдау шарт емес. Ол үлкен мынау концерт залдардың шаруасы мысалы. Бүгін мынау мен өзім ойлап едім, тонның ішкі бауындай шақырған соң, арнайы сол шақырған екен ар жағында салмақ менен кетіп сіздерге барады ғой. Барсам ба, бармасам ба, қазір өзі қым қуыт қазір. Талтыстың өзінде той болатын кездер болады. Күніге бәленбай той. Тойдың бір жағы жақсы. Той кейін адамның тек қана тән азығы тойыну кезінде тойлап айтқан. Бірақ тойдың арғы жағында тереңде бәленбай дүние жатыр ғой, қасиет жатыр ғой. Одан кісіні сыйлау, ағайын туысқанды сыйлау, өзім ел жұртқа бір өзім бір қуанған кезімде шілдехана тойы бола ма, үйленген кезінде осындай кезде той келіп сонда жарасады. Бұлай айтып жаңағы Зәкен керемет айттыңыз, рахмет сізге. Адам жан жүрегінде біліп болмас. Кейде өзіңді өзің таныту өз қиын болады. Мен әлі өзім толық танып болды деп есептемеймін. Естіпей алмаймын да. Бұл енді бір күрделі құбылыс, Алла тағаланың бір жаратылысы ғой. Сондықтан да бұл арада енді бірінші ол аз демеймін, көп демеймін, бірақ дегенмен әңгіменің
оқырманның, тыңдарман келген қонақтарының саралтай салмағында жатыр. Бұларда сөйлеп, тіл мәрсіп шешудің қажет жоқ. Ендігі мәселе, мынау ой тұмар дегенден айтымы бір толғаныстан туған дүние. Бұл мен айтым 25 ширек ғасыр бой жазған дүнием бір көрсетейін. Поэзия бар, ән бар, басқа бар, құдай болмысын бар. Соны бір мақтаныш емес. Бір сіздерге бір рухани жан дүниемнің жарасымен сіздерді сүйміш тұрғым келді. Сіздерге келіп рахмет.